Кеш жарық құрметті достар, елде алаңдатарлық жағдайлар өте көп. Әсіресе бүгінгі кешегі тарап жатқан дәрігерлерге байланысты ақпарат барлығымыздың жағамыз ұстатып отыр. Сондықтан осы мәселеден бүгінгі тікелей эфирімізді бастасақ деген ойым бар. Жалпы мынау дәрігерлердің қазір індетті жұқтырған дәрігерлердің саны жүздеген адамға жетті деген қазір ақпарат тарап отыр. Енді дәл қазір оның нақты мынау есебін айтудың қажет жоқ, өйткені бұның барлығы құбылмалы ақпарат болуы мүмкін. Қазірдің өзінде енді көптеген дәрігерлер әлі күнге шейін осы Алматы қаласындағы дәрігерлер тестілеуден өткен жоқ, сынақтан өткен жоқ, сондықтан оның саны артып кетуі мүмкін деген қауіп қатерде бар. Жалпы дәрігерлердің басына түсіп отырған осындай үлкен сын бұл мына елде қалыптасып отырған жағдайдың өте ауыр екенін көрсетеді. Егер дәрігерлердің өздері мынау медициналық маскалармен, қажетті құрал жабдықтармен қамтамасыз етілмесе, қарапайым халықтың жағдайы туралы не айтуға болады? Егер дәрігерлердің өздері жаппай осы індетке ұшырап жатса, мынау ертең мыңдаған, миллиондаған халықты кім емдейді? Жалпы мынандай індет бүкіл Қазақстанға тарап отырған тұста, коронавирустың індеті жан жаққа тарап жатқан кезде дәрігерлер жаппай жүздеп мынау індетке ұшырап жатса, онда ертең мына ауруларды осы науқастарға кім медициналық көмек көрсетеді? Міне осының барлығы бізді, халықты тікелей алаңдатып отыр деп есептеймін, және біз мына дәрігерлерге өзіміздің қолдау сөзімізді білдіруіміз керек. Мынау Қазақстанда қазіргі қалыптасып отырған дәрігерлердің басына түсіп отырған сын, бұл өте барлығымызды бірінші кезекте алаңдату керек. Және мен мынау кеше бүгін жасаған бір таныптың мәлімдемесін оқып, тағы да бір рет жағамды ұстадым деп айтуға болады. Өйткені бір таныптың денсаулық сақтау министрінің айтатын сөз емес. Денсаулық сақтау министрі қазір дәрігерлердің жанында болу керек. Дәрігерлерге жаппай көмек көрсету мәселесін, оларға әлеуметтік көмек көрсету мәселесін, олардың барлығына мына медициналық маскалармен қамтамасыз ету, керек жарақтармен қамтамасыз ету мәселесін шешумен шұғылданып, және соларға қамқор бола білу керек. Ал енді оның айтып отырған сөзін оқысаңыз, енді бұл бір министрдің айтып отырған сөз емес. Я болмаса осы дәрігерлерге жан ашып, солардың мәселесімен шұғылданып, солардың басына түскен ауыр сынмен күресетін адамның сөзі емес. Енді дейді, орысша жазыпты, енді вы спасаете людей не за деньги, не за славу, а потому что работа такая дейді. Ол работа такая болғанда, ол әшейін жұмыс емес. Жай бұл енді жұмысымыз солай ғой, біз адамды құтқара береміз деген дәрігер, ол ондай дәрігер болмайды. Ол әрбір адам өзінің мамандығын таңдаған кезде жүрегін береді, және жанын береді. Кез-келеске мынау адамдың, науқастың жанын алып қалу, өмірін сақтап қалу, ол оңай шаруа емес. Сондықтан мына денсаулық сақтау министрінің мынандай жазып отырған сөзі, мынандай айтып отырған сөзі, ол медицинаның жалпы не екенін білмейтін адамның әңгімесі. Мен бұның биографиясын түгел оқып шықтым министрдің. Енді білімді өте жақсы алған болар, шетелде оқыған болар, Америка құрама штаттарында, Европада. Ал бірақ қарапайым дәрігерлермен жұмыс істеп, қарапайым дәрігерлердің өмірін білетін адамның сөзі деп айтуға келмейді. Өйткені мынау біз дәрігерлердің өмірін сақтай алмасақ, дәрігерлердің денсаулығын сақтай алмасақ, бірінші кезекте оларға мынау жаппай олардың әлеуметтік жағдайын түзей алмасақ, ертең мына ұлтты, халықты кім емдейді? Ертең біздің ұлттың, мынау жастарымыздың, жалпы халықтың денсаулығы қандай деңгейде болады? Олардың өмірі қандай деңгейде болады? Сол бүкіл адамның өмірі осы дәрігерлердің қолында. Сондықтан мысалға мына Ұлыбританияда да бүгін тестілеу өткізіліп, бүгін емес, бірнеше күнде тестілеу өткізіп, бүгін нәтижесі жарияланып отыр. Осы алдыңғы қатарда, алдыңғы шепте коронавирустың індетімен күресіп жатқан 16 мыңнан астам дәрігердің 3-тен 1-і, 34%, 5 мыңнан астамы осы коронавирус инфекциясын жұқтырды деген қазір ақпарат тарап отыр. Бұл мынау Ұлыбританияның денсаулық сақтау министрінің сөзі мүлдем басқаша. Осыған дейін де енді Ұлыбританияда мына коронавирус жұқтырғандардың саны өте көп, халықтың саны аз емес, және мына қайтыс болған, көз жұмған дәрігерлер де бар. Сонда министрдің айтатын сөзі, оның өзі де коронавирус жұқтырды. Менің жүрегім қарс айырылады дейді, осы дәрігерлердің жағдайын көрген кезде дейді.
Мынау әрбір дәрігердің науқасқа ұшыраған көрген кезде, өмірінен айырылған, өмір үзілген көрген кезде жүрегім қарс айырылады дейді. Міне ол кәдімгі халқының өзінің ведомствосының, дәрігерлердің жағдайын ойлап тұрған адамның сөзі. Бір тәніптай ол жаңағы бұл заманда өтеді, бұл эпидемияда өтеді, сондықтан біраздан кейін сол эпидемия өткеннен кейін сөйлесейік дейді. Сөйлесетін не бар? Мынау медицина саласына Қазақстанда ең үлкен бюджет бөлінеді. Ең үлкен бюджеттің бөлігін құрайтын осы медицинаның саласы. 1,5 триллион теңгедей осы 2020 жылға көзделген болатын. Медицина саласына бөлінетін. Сол ақша қайда кетеді? Біз қазір көріп отырмыз, коронавирус инфекциясымен күресіп жатқан ең алдыңғы шептегі дәрігерлерге небәрі 3 айға 825 мың теңге ақша қосты. Ол 3 айға төленетін ақша. Ал ертең осы 3 ай өткеннен кейін олардың әлеуметтік жағдайы қалай болады? Меніңше, дәрігерлердің жағдайы Қазақстанда ең кемінде жақсы хирургтар, жоғары деңгейдегі дәрігерлер ең кемінде 1 миллион теңгеден кем ақша алмау керек. Басқа мемлекеттерге қараңыз, Ұлыбритания, Америка құрама штаттары, Франция, Италия, дәрігерлер ең сыйлы мамандық, дәрігерлер ең құрметі жоғары мамандықтың иелері. Мынау барлығы сыйлайды, қаражаттары өте мол, жақсы төленеді, әлеуметтік жағынан жақсы қамсыздандырылған. Сондықтан олардың медициналық деңгейлері де жоғары. Сондықтан осы медицина мамандығына ең алғыр, осы мамандықты таңдағысы келетін жастар барады, адамдар барады. Біз сияқты маска таба алмай жүрген, не болмаса үйі күйі жоқ, 50-60 мың, 70 мың теңгеге күн көретін ол жерде медицина қызметкерлері жоқ, жағдайлар өте жақсы. Бірінші кезекте меніңше осы дәл қазіргі коронавирус инфекциясы тарап жатқан кезде Қазақстанда ең алдымен осы барлық дәрігерлерді және олардың отбасы мүшелерін, жақын байланыста болған адамдарды жаппай қазір сынақтан өткізу керек. Жаппай тестілеуден өткізу керек. Мына басқа мемлекеттердің барлығы осындай әрекет жасап жатыр. Европаның елдерін алып қараңыз, сол Ұлыбританияны алып қараңыз. Жаппай тестілеуден өткізу керек. Бірінші кезекте оларға қажетті құрал жабдықтардың барлығын тауып беру керек. Керек болса сатып алу керек. Қажет болса дайындау керек арнайы. Сондықтан мына дәрігерлердің жағдайын бірінші кезекте қазір біз ойлауымыз керек. Екінші мәселе, арнайы осы пандемия көрсетіп отыр. Елдің басына күн туған кезде ең алдымен осы біз дәрігерлерді алдыңғы шетке жіберіп отырмыз. Түйенің ең үлкені көпірден таяқ жейді деген сөз бар. Сол сияқты осындай басымызға нәубет түсіп отырған кезде күндіз-түні ұйықтамай, күндіз-түні шапқылап, жарғақ құлақтары жастыққа тимей жүрген кімдер? Дәрігерлер. Сондықтан дәрігерлердің әлеуметтік экономикалық жағдайын түзеу мәселесін біз бірінші кезекке қоюымыз керек. Дәрігерлерден, ұстаздардан ақшаны аяудың керегі жоқ. Өйткені бірі ұлттың денсаулығын сақтайды, өмірін сақтайды. Екіншісі мына ұлтымыздың потенциалын дайындайды, болашағын дайындайды. Ғылымды, білімді көтеретін мамандықтың иелері. Сондықтан бірінші кезекте мына дәрігерлердің әлеуметтік жағдайын түзеу мәселесін қоюымыз керек. Бірнеше есе көтеру керек дәрігерлердің жағдайы. Меніңше дәрігерлердің айлығы, жалақысы парламенттің депутаттарынан кем болмау керек. Қарап отырсаңыз, біздің парламенттің депутаттары күндіз-түні ұйықтап отырады. Қазір осы пандемияның тұсында тіпті 65-тен асқандар жұмысқа да келмейді. Бірақ миллиондаған айлықтар сақталған. Ай сайын миллион теңге алады, қызметтік көліктері бар, қызметтік үйлері бар, жағдайлары бар, премияларын алады деген сияқты. Айналдырған бір 155-тей депутат бар осы мәжіліс пен сенаттың. Соларға жыл сайын бір осыдан 2 жыл шыққан мәліметтерге қарағанда 10 миллиард теңге бөледі екен. 155 адамды осы қамтамасыз етуге 10 миллиард теңге бөлінеді. Ал енді дәрігерлерге ондай жағдай бөлінбейді. Ондай жағдай қарастырылмаған. Сондықтан бірінші кезекте дәрігерлердің мәселесін біз көтеретін уақытымыз келді. Осыдан туындайтын, мына қазір біз көріп отырмыз, жүздеген адам осы Алматы қаласының өзінде, жүздеген дәрігер, басқа да еліміздің өңір-өңірінде дәрігерлер жұқтырып жатқандығы туралы ақпараттар шығып отыр. Жалпы осындай кезеңде біздің көріп отырғанымыз, меніңше, мына Қазақстанның билігінің осы коронавируске шалдыққандардың айтып отырған есебі толық емес сияқты көрінеді, меніңше. Өйткені қазірдің өзінде біз қазір көріп отырмыз, мынау басқа мемлекеттерде алатын болсаңыз,
дәрігерлердің енді әртүрлі есеппен 10%, бір мемлекеттерде 20%-ға дейін осы індетті жұқтырады. Бізде Қазақстанда медициналық маскалардың дайын болмағандығын, одан кейін басқа да факторларды алатын болсақ, енді одан да көп болуы мүмкін. Яғни осы бір кезеңде меніңше бірінші ең алдымен мына билікке транспарентлік керек. Шын есептердің барлығы жариялануы тиіс. Шын мына мәселелердің барлығы айтылуы керек. Жасырудың ешқандай қажеттілігі жоқ деп санаймын. Осыдан туындайтын тағы бір жағдай, енді бүгін Тоқаев арнайы жарлыққа қол қойып, сол 1 мамырға дейін карантин уақытын созу туралы мәселе көтерді. Енді біз басқа мемлекеттердегі жағдайды алып қарайық, осы коронавирус індетімен қалай күресіп жатыр, қандай болжамдар бар деген сияқты. Әртүрлі болжамдарды айтады. Соның ішінде Америка Құрама Штаттарында ең оптимистік болжам осы коронавирус індетінен қаза, қайтыс болу фактілері 21 маусымда тоқтайды деген мәселе бар. Енді Италияда, Испанияда белгілі деңгейде кәсіпорындарды, Испанияда кәсіпорындар ашыла бастады, Италияда жаңағы дүкендер ашыла бастады деген сияқты осындай бір жеңілдіктер қазір басталды. Бірақ денсаулық сақтау ұйымдары, Еуропа одағы бұған өзінің қарсылығын білдіріп отыр. Өйткені пандемияның уақыты әлі аяқталған жоқ. Сондықтан мына қазіргі жағдайға қарайтын болсаңыз, дәрігерлер осындай жаппай індетке шалдығып жатқан тұста және күн сайын осындай ондаған, жүздеген адам қосылып жатқан тұста, меніңше барлық белгілеріне қараған кезде 1 мамырда бұл карантин аяқталмауы мүмкін. Яғни ол мынау басқа мемлекеттердің тәжірибесін алып қараңыз, ол осындай 1,5 айдың ішінде ғана коронавирустың індетін тоқтату мүмкін емес. Франция мысалға тағы да 1 айға созып отыр, 11 мамырға дейін созып отыр. Сондықтан басқа мемлекеттерде де қазір екінші толқын басталуы мүмкін деген мәселені айтып отыр. Қытайда, Оңтүстік Кореяда, Азия мемлекеттерінде. Сондықтан енді осы барлық белгілеріне қараған кезде ең кемінде мамыр айының ортасына дейін бұлар созуы мүмкін. Бірақ экономикалық жағдайға байланысты бұлар енді ертерек аяқтауға тырысады. Билік енді қазір біз көріп отырмыз, 20 сәуірден бастап кейбір кәсіпорындарға жұмыс істеуге рұқсат беріп отыр. Бірақ меніңше бұл қате шешім. Олар енді экономикалық жағдайға байланысты осындай әрекеттерге барып отыр. Халыққа тікелей ақша бергісі келмей отыр. Халыққа тікелей қолдау бергісі келмей отыр. Сондықтан жаңағы жұмыстарыңа шығыңдар деген мәселені көтеріп отыр. Бұл үлкен қате шешім. Өйткені бұл коронавирустың індетін толыққанды жеңбей, толыққанды тоқтатпай, мына елде қазір жүздеген адам қосылып жатқан тұста жеңілдіктерді беру, ол үлкен қателіктерге ертең алып келуі мүмкін. Мына билік бірінші кезекте халықтың жағдайын ойлау керек. Олар өздерінің қамын емес, өздерінің мына қалтасынан шығатын бюджеттен өздерінің де қалтасы емес, бюджеттен шығатын не болмаса алтын валюталы қордан шығатын ақшаны емес, халыққа қалай ақшаны бермей қаламыз, қалай мына ақшаны сақтап қаламыз деген мәселені емес, бірінші кезекте халықтың денсаулығын ойлау керек. Егер Құдай бетін әрмен қылсын, ертең жаппай халық жұмысқа шыққан кезде мынау эпидемия, пандемияның екінші толқыны не болмаса бұл жаңа қарқынмен өрбейтін болса, онда Қазақстанның қазіргі медициналық жағдаймен, өзіміз куә болып отырмыз ғой енді болып жатқан оқиғаларға, қазіргі медициналық жағдаймен өте қиын мәселеге келіп тірелуіміз мүмкін. Өлім жітім өте үлкен болуы мүмкін. Сондықтан біз қазірдің өзінде мына халықтың ортасында жаппай тестілеуді, жаппай сынақтан өткізуді әлі бастаған да жоқпыз Қазақстан. Тіпті дәрігерлердің өзін сынақтан өткізген жоқ. Қазір мысалға мына Нидерланды бар, Испания бар, Франция бар, Италия бар, Канада бар. Нақты өлім жітімнің санын қанша екенін өздері білмей отыр. Нақты осы коронавирус індетінен қайтыс болған адамдардың саны. Кейбіреулер айтады, бұл коронавирус деген жай мынау тұмау екен, одан қорқудың қажеті жоқ деп. Ол дұрыс емес. Бүкіл әлем қазір осы пандемиямен күресіп отыр. Анау Нью-Йорктағы жағдайға қараңыз, Америка Құрама Штаттарындағы жағдайға қараңыз. Нью-Йорктың өзінде мысалға жаппай молаларды салып, бірнеше мың адамды бірден көміп тастап жатыр. Енді амал жоқ. Тағы да қазір мына CNN-де әртүрлі фотосуреттер шығып отыр. Кәдімгі ауруханалардың ішінде дізіп қойған адамның осы коронавирус індетінен қайтыс болған адамдардың мүрделері жатыр. Яғни бұл үлкен қатер, үлкен проблема. Сондықтан оған жеңіл-желпі қараудың ешқандай қажеттілігі жоқ. Канадада сондай жағдай мысалға. Францияда сондай жағдай.
Германия өте жақсы дайындалды. Германияның жақсы дайындалған себебі бірінші кезекте олар халыққа жаппай тестілеуді өткізді. Арнайы мынау ауруханаларда адамдарды емдейтін орындарды дайындады. Сосын алдын ала мынау жаңағы искусственная вентиляция легких дейді, сондай аппараттарды алдын ала дайындап, сол жерге реттеп қойды барлығын. Одан кейінгі мынау жалпы Германияның халқы карантинге өте тәртіппен бағынады. Карантинді қатаң сақтап отыр қазір. Өйткені үкімет сондай шешім қабылдаса, халық карантинді сақтап көшеге шықпай отыр. Бірақ үкімет халыққа тікелей әлеуметтік көмек көрсетіп отыр. Бизнесі болса, бизнесіне көмек көрсетіп отыр, кәсібіне көмек көрсетіп отыр, және азаматтарға тікелей көмек көрсетіп отыр, жұмыссыздарға тікелей көмек көрсетіп отыр. Тікелей қолдап отыр. Кәдімгідей ақшаны беріп отыр. Аяп отырған жоқ, тығып отырған жоқ, жасырып отырған жоқ. Мына біздің билік сияқты 42.500 теңгені береміз деп, оның өзін әуре сарсаңға салдырып отырған жоқ ешкімді. Сондықтан міне осы мәселені біз қатаң ескеруіміз керек. Қазақстанда мына коронавирустың індеті кемінде меніңше 1 айға созылуы мүмкін тағы да. Одан кейінде жағдай қалай болатыны белгісіз. Өйткені бұны бір нақты айтатын адам жоқ. Біз мына коронавирусты 1 айда жеңіп шығамыз, не болмаса 1,5 айда жеңіп шығамыз деген бір адам жоқ. Осы індетпен жалпы ғалымдардың айналысып жатқанына небәрі 3 ай болды. Оның тіпті қандай жаңағы мутация жасайтын, қандай вакцина болатын әлі ешкім білмейді. Сондықтан қауіп өте үлкен, қатер өте үлкен. Және мен өзім, жеке өз басым мына биліктің әртүрлі кезде өтірік айтатын біз білеміз. Сондықтан биліктің беріп отырған есептеріне, биліктің беріп отырған жағдайларына мен толыққанды сене алмаймын. Мысалға, Нидерландыда мынандай шешім қабылдап отыр. Олардың өздері жалпы мына коронавирус індетінен қайтыс болғандардың нақты санын білмей отыр, сондықтан мынандай шешім жасаған. Өткен жылдың 2019 жылдың алғашқы 3 айының 4 айының осы өлім жітім санын алған статистикасын, одан кейін биылғы жылдың 2020 жылдың осы қаңтар айынан бастап 4 айға есебін алған. Сонда коронавирус індетінен қайтыс болғандардың шамамен санын олар біліп отыр. Мүлдем басқа цифралар. Ұлыбританияда да қазір сондай зерттеулер жасап отыр. Сондықтан Қазақстанда да осындай зерттеу жасауға болады. Өткен жылы 2019 жылы осы қаңтар айынан бастап мамыр айына дейін қанша адам қайтыс болды, және 2020-дан бастап осы қаңтармен бүгінгі 14 сәуірге дейін қанша адам қайтыс болды, соның барлығын есептесе, міне шамамен сол кезде бір статистика шығады деп ойлаймын. Өйткені көп адамдар олар қазір біліп отыр. Нидерландыда, Ұлыбританияда көп адамдар мысалға ауруханаға бармай қайтыс болғандары бар. Олардың барлығын жаппай тестілеуден өткізген жоқ. Сондықтан бұл жерде қатерленетін, қауіптенетін нәрсе өте көп. Ал ең бірінші кезекте бұны жеңу үшін мына дәрігерлердің жағдайын біз шешуіміз керек. Осы мәселе туралы айтуымыз керек. Және мына билік қазір бастарын құмға тыққан бір түйеқұстай болып отырмай, тығылып отырмай, халыққа тікелей қолдау көрсету керек. Халыққа тікелей көмек беру керек. Осындай кезде үкіметтің бар екенін біледі сонда халық. Осындай кезде мына биліктің, мемлекеттің халықты қиын жағдайға қалдырмайтынын түсінеді. Онсыз мысалға жыл сайын, ай сайын қаншама азаматтар, әрбір Қазақстанның азаматы салық төлейді. Сол салықтың қайтарымы, автокөліктердің салығы бар, жеке мынау кәсіпкерлердің салығы бар. Қайда сол ақша? Сол ақшаны қайда жұмсап жатыр? Қалай жұмсап жатыр? 10 миллиард долларды бөлеміз деді, бір ауыз сөз айтты. Сол 10 миллиард доллар енді қай жерге бөлінеді, қандай салаға бөлінеді, не үшін бөледі, қай жерге жұмсайды? Соның барлығы көрсетілген жоқ. Неге көрсетілмей отыр? Неге ол жасырылып отыр? Неге оны жасырын ұстап отыр? Сұрақ өте көп. Мысалға есептеп қарасаңыз, қазіргі беріп отырған 42.500 теңгесі ол өте мардымсыз ақша. Жаңағы 10 миллиард доллардың ол бір әрі кетсе 3% ақшасы. Сонда қалған 97% ақшасы қайда кетеді? Қайда жұмсалады? Бөлетін болса, мына халыққа тікелей қолдау берсін, тікелей қолдау көрсетсін. Салықтардың барлығынан бас тартсын. Өйткені қазір салық сұрайтын уақыт емес. Салық сұрайтын кезең емес. Салық төле деп талап қоятын уақыт емес қазір. Сондықтан мына билік қазір кішкене бастарын жұмыс жасатып, ойланып, халықтың тікелей қолдау көрсетуге көшу керек. Халыққа тікелей қолдау көрсетуге көшу керек. Онсыз оның ешқандай бір шешімі жоқ бүгінгі дағдарыстың, бүгінгі қиындықтың. Сонда халықтан талап етуге болады. Карантиннің режимін сақтауға, үйде отыруға,
карантинді ұзартуға болады. Ал енді ешқандай қолдау көрсетпей, ешқандай көмек бермей, 42.500 теңгемен шектеліп, не болмаса бір азын-аулақ азық-түлік апарып, онымен шектелудің ешқандай қажеттілігі жоқ. Осы кеудесін ұрғанда әлдеқандай болады біздің билік. Біз 30 дамыған мемлекетке кіреміз, 50 мемлекетке кіреміз. Осы Қазақстан орталық Азиядағы көшбасшы мемлекет. Біз ана экспоны қабылдап жатырмыз, біз мына жиынды өткізіп жатырмыз, біз осындай бір кездесулерді ұйымдастырып отырмыз деп. Олай болатын болса, халыққа көмек көрсетпей ме тікелей? Халыққа көмек көрсететін өзінің мықты мемлекет екенін, халқының жағдайын ойлайтын, әлеуметтік мемлекет екенін дәлелдейтін уақыт келді қазір. Сондықтан осы мәселені тікелей ойлану керек деп есептеймін. Осындай біз талапты билікке қоюымыз керек. Одан кейінгі бүгін көтерілетін өте күрделі мәселенің бірі мына Қытайдың экспансиясы туралы. Біз бүгін жаңағы көріп отырмыз, қазір мен сіздерге. Бүгін Қазақстанның сыртқы істер министрлігі әйтеуір бірінші рет мына Қытайдың елшісін шақырып, Қытайдың үкіметіне нота жолдапты. Бірінші рет. Енді қаншама рет осы Қытайдың елшісі Джан Сяо дейтін Қазақстанның мына жүргізіп отырған саясатына байланысты, жалпы Сайрагүл Сауытбайға байланысты, Америка құрама штаттарымен байланысқа қатысты әртүрлі сөздерді айтып келді. Енді әйтеуір бүгін бірінші рет шақырып, осы нота жолдаған екен, өзінің қарсылығын білдірген екен. Өзі қаншалықты мына батылдықтарын жинағандарын мен білмеймін, бірақ енді осы мына шақырып отырған себебі өте күрделі мәселе. Өйткені бірінші кезекте мынау қазір бір мақала шыққан Қытайдың өте белгілі беделді сайттарының бірінде, соның ішінде жаңағы мынау Қазақстанды Қытайға қосып алу мәселесіне қатысты тікелей ашық жазған екен. Осы Қазақстан үнемі Қытайдың құрамында болған мемлекет, Цин әулетінің құрамында, империясының құрамында болған мемлекет. Біз осы жаңағы Қытайдың құрамында болып келген екенбіз, соның бір құрамдас бөлігі болған екенбіз Қазақстан. Соны енді қайтадан қосып алу мәселесін көтеру керек екен деген проблеманы өздерінің сайттарында көтеріпті. Мынау жазып отырған адам жалпы Қытайдың тарихын білмейтін адам, өзі Қытай болса да. Бұл кәдімгі тарихты көпе-көрнеу, бір жаңағы бұрмалау, көпе-көрнеу өтірік айту деген сөз. Өйткені Қытай еш уақытта Қазақстанды қосып алатындай қауқары болған жоқ. Қытайдың өзінің ішінде еш уақытта бірлік болған жоқ. Қытайдың тарихын алып қараңыз. Қанша уақыт өздерімен өздері күресіп, өздерімен өздері шайқасып, одан кейінгі мынау 19-18 ғасырдан бастап батыс елдерінен талай құқайды көрген мемлекет. Мысалға мен сіздерге айтайын, осы Апиын соғысы туралы да жаңағы мақалада айтып өткен екен, оны өздеріңіз де оқып көрген боларсыздар. Сол Апиын соғысы деген Қытайдың тарихындағы ең бір масқара соғыстардың бірі. Қытайдың тарихындағы ең бір масқара беттердің бірі. Өйткені Қытайды әбден әжуа еткен, Қытайды әбден бір тізерлетіп отырғызып қойған кезең деп айтуға болады Апиын соғысы. Қарапайым, енді қазір мен бүкіл тарихи оқиғаларға кірмей қойын, екі Апиын соғысы болды Ұлыбританиямен. Сонда жаңағы Қытайларға мына британдықтар апарып апиын сатады екен, оның орнына жаңағы шайын алады, басқа да керек заттарын алып, өздерінің елдеріне алып кетеді. Мына Қытайлар жаппай осы апиынға отырып, нашақорлыққа ұшырап, кәдімгі нашақор болғаннан кейін, енді Қытайдың билігі жаңағы бұны тоқтату үшін апиынды сатуды тоқтатамыз, апиын сатуға болмайды деген мәселені көтереді Қытайда. Сонда британдықтар келеді айтады, жоқ, сендер көтере алмайсыңдар ондай мәселені. Біз бәрібір апиын сатамыз дейді. Қытаймен жаңағы тікелей әскери қақтығысқа түседі. Енді әскери қақтығыс деп айтудың да қажеті жоқ, өйткені британдықтар Қытайдың тас-талқанын шығарады сол жерде әскери жағынан. Өйткені Британия әскери техникасы өте дамыған, технологиясы сол заманға өте дамыған, алдыңғы қатарлы мемлекет. Ал Қытай дейтін артта қалған феодалдық, аграрлық мемлекет, ешқандай соғысуға қауқары жоқ олардың. Қазақстанды басып алмақ түгілі Қазақстанға мұрнын тыға алмай отырған мемлекет ол кезде. Енді халқының саны көп демесеңіз, ешқандай бір технологиясы дамыған, бір әскери техникасы дамыған мемлекет емес. Еш уақытта Қазақстанды құрамына қосып алатындай ондай жағдай болған жоқ ол кезде. Ол мына жазып отырған тарихшылары, не болмаса жазып отырған мақаланы журналистері тарихтан мақұрым адамдар, өтірікті жазып отырған адамдар, өтірікті бұрмалап отырған адамдар. Сол британдықтар тас-талқанын шығарып Қытайды қайтадан апиын сатуға мүмкіндікті алған. Ол бір Қытайдың тарихында кәдімгі бұл біздің масқара беттеріміздің бірі тарихтағы деп өздері айтады. Біздің бейшара болғанымызды көрсететін кезең деп айтады.
Сондықтан мынау біз көріп отырмыз, бұл мәселе қайдан шығады? Бұл мәселе бүгінгі Қытайдың билігі Қазақстанға көз алартып отыру дегеннен шығады. Өйткені инвестиция туралы сөз қозғайды. Одан кейін қазір қараңыз, мына Қытайдың елшісінің сөздеріне қараңыз. Бұндай сөздерді, Джан Сяо дегеннің сөздерін бірде-бір дипломат, Қазақстанда болсын, Ресейде болсын, жалпы әлемде бірде-бір дипломат ондай сөзді айта алмайды. Өйткені бұның айтып отырған сөздері асқан басынушылық. Бұл бір жалпы қарапайым жүрген бір қатардағы журналист емес, адам емес. Бұл кәдімгі Қытайдың ресми өкілі. Яғни Қытайдың Қазақстанға жіберіп отырған ресми төтенше және өкілетті елшісі, Қытай билігінің тікелей өкілі. Ал енді оның жаңағындай Сайрагүл Сауытбайға қатысты айтып отырғаны, басқа да жағдайларға қатысты айтып отырған пікірлерінің барлығы бұл асқан басынушылық танытып отырғанын көрсетеді. Басқа мемлекетте болса бұндай елшіні қуып шығатын еді. Мысалға мен тікелей осы енді қоғамдық саяси жұмыстармен араласқаннан кейін әртүрлі мемлекеттердің елшілерімен біз кездесеміз, елшіліктермен кездесеміз, дипломатиялық өкілдермен кездесеміз, батыс елдерінің дипломаттарымен кездесеміз. Біз елде болып жатқан жағдайға қатысты біздің пікірлеріміз сұрайды, біз ойымызды айтамыз, пікірімізді айтамыз мысалға. Бірақ оны еш уақытта біз көрмеппіз. Бір Британияның елшісі, не болмаса Америка құрама штаттарының елшісі, Францияның елшісі, Италияның елшісі осындай жаңағы тікелей Қазақстанның ішкі істеріне араласып, мынау Қазақстанның азаматтарына қатысты, этникалық қазақтарға қатысты өздерінің пікірлерін айтып отырған бірде-бір елші жоқ. Ал мынау Қытайдың жасап отырған елшісінің сөзі, меніңше бүгін оған бір нота ғана жібермей, мына Джан Сяоды Қазақстаннан алып кету мәселесін көтеру керек еді. Сондай заңдылық бар. Мысалға, егер елші бір жаңағы оғаш әрекеттер жасаса, оғаш сөздер айтса, өзі тұрған мемлекеттің қоғамдық пікіріне, жалпы халқының салт дәстүріне бір кереғар нәрселер жасайтын болса, онда ол мемлекетте жаңағы елшінің тұруға ешқандай мүмкіндігі жоқ. Сол рұқсатты, агриманды тартып алып, бітті, басқа елші жіберіңдер, біз бұл елшімен жұмыс жасамаймыз деп, кәдімгідей ашық айтуға болатын еді. Билік енді осыған қазір дәті бармай отыр, батылы бармай отыр осыған. Мен сіздерге айтайын, осы мына коронавирус індеті тарағаннан кейін Қытайдың территориясында, Қытайдың аумағында африкандық нәсілді азаматтарға өте үлкен қысымды қазір бастады. Жаңағы полициялар ұстап алады көшеде, коронавирус сендер жұқтырасыңдар деп. Одан кейін үй жалдайтын адамдар, африкандықтар далаға шығарып жіберген, мына қонақ үйлер тұрғызбай далаға шығарып жіберген. Осының барлығын көргеннен кейін 20 африкандық мемлекет өздерінің елдеріндегі Қытайдың елшілерін шақырып алып, жаңағы қысымның барлығын көрсетіп, қатты айтқаннан кейін Қытай кері қайтып, басқаша бүгін шешімдер жасап отыр. Сонда африкандық Нигерияның мемлекеті бар, үкіметі бар. Міне, африкандық мемлекеттердің өздерінің азаматтарына қатысты қорғаныс амалдарын жасап отыр. Ал біз көріп отырмыз, мынау Шыңжаңда біздің этникалық қазақтарға қандай қысымдар жасап отыр. Одан кейін мына елшінің айтып отырған сөздері, осындай жаңағы кертартпа, экспансионистік көзқарасты қолдайтын мақалаларды шығарып отыр Қытайлық ақпарат құралдары. Соның өзінде нақты әрекеттерге біз бармай отырмыз. Бұл үлкен қателік деп санаймын. Сондықтан біз мына мемлекет болсақ, ел болсақ, мына Қытай болсын, қай мемлекет болсын, өзіміздің ұлттық құндылықтарымызды, мемлекеттік тәуелсіздігімізді, территориялық тәуелсіздігімізді қорғайтынымызды қашан анық, ашық, айқын жеткізуіміз керек. Анық жеткізуіміз керек. Керек па, Джан Сяо деген елшіні Қазақстаннан қуып шығу керек. Ондай елшіге Қазақстанда орын жоқ. Мына үкімет нақты айту керек. Бұндай елші Қазақстанда жұмыс жасай алмайды. Өйткені бұндай елшінің сөздері Қазақстанның қоғамына өте бір кереғар пікірлер алып келеді. Бірде-бір елші осындай сөз айтып отырған жоқ. Ресей Федерациясында елші сондай сөз айтып отырған жоқ мысалы. Басқа да мемлекеттерді қараңыз. Ешқандай елшіліктер бұндай пікірлер айтып, қарама-қайшы пікірлер айтып, бір жаңа эпатаж көрсетіп отырған біз көрген емеспіз. Сондықтан бұл тікелей ойланатын нәрсе деп есептеймін. Енді осыдан туындайтын өте бір маңызды мәселе, мына жердің мәселесі. Осы жер мәселесіне байланысты мен ертең арнайы тікелей эфир өткізгім келіп отыр. Осы жер мәселесіне тікелей арнап, жер туралы заңға арнап, басқа мемлекеттердегі жер реформасына қатысты, және осы жерді біз болашақта қалай қорғаймыз, осы карантиннен кейін қандай әрекеттерге барамыз,
қандай бағдарламамен халыққа шығамыз және жерді қалай қорғауымыз керек деген мәселелерге қатысты ертең жетте. Сондықтан сол жерде осы бүгінгі Қытайдың мәлімдемесіне байланысты Қытайға қатысты мәселені екеуін ұштастырып қозғайтын тақырып өте көп. Сондықтан бұл барлығымызды алаңдататын жағдай, ойландыратын жағдай, осы мәселеге терең бойлауымыз керек деп санаймын. Осы эфирді көрсеңіз және айтылған ойларға қатысты пікірлеріңіз болса, комментарий қалдыруыңызға толық мүмкіндігіңіз бар және осы эфирді одан ары таратуыңызды сұраймыз. Рахмет назарларыңызға.